Кешегі Шардарадағы әкесін өлтірген балдар жайында барлықтарыңыз көрген шығарсыздар. Не деген сұмдық, не деген қатыгездік ол баланың. Басына не күн туды екен ол сорлыға, әкесін былш етіп ұратындай. Ол түгіл мал екеш, малды да ешкім үйтіп ұрмайды. Құмырсқа жолда кетіп баратса, ойбай басып кетпейік деп аттап өтеміз мысалы да. Сұмдық қой, не деген қатыгездік. Ол кісінің жазығы не? Жазығы өмірге әкеліп бағып осы дәрежеге жеткізгені ма? Табақтай болып жүр ғой, мысалы сол әкесінің арқасында. Қарағысы келмесе, ана кәрілер үйі бар. Қазір енді кәрілер үйіне сын деп жатамыз ғой оны. Кәрілер үйін бекер шығармаған. Осындай ұрып соғатын, қарамайтын адамдар үшін шығарған. Сол кәрілер үйіне апар. Зато ол баласын, зато ол ояқта тыныш өмір сүріп, өз ажалынан өлер еді. Баламның қолынан өлдім-ау деп қапыда кетпес еді мысалы ол кісі. Сұмдық енді, қарап отырсаң адамның миы жетпейді. Ана әйелін айтамда, қасында жүр, сүйрелеп, бірге сүйрелеп жүр. Қайта ол ақыл айтса, ол сияқты еркектер әйелін жақсы тыңдайды. Ұрма, әкең, сол әкеңнен жаралғансың, әкең аз қартауың сенің, ұрма деп ақылын айтса, сол күйеу тыңдар еді ғой соны. Оны айтпайды, қайта қасында сүйрелеп жүр. Көп бәледе әйелде негізі. Не дейді, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Ондай балалардан Құдай сақтасын. Ондай балдардан Құдай сақтасын, сана берсін бар балдарға. Әке-шешелеріңізді қадірлеңіздер, туф демеңіздер дейді ғой негізі. Әке-шешелерін қадірлеп, мәпелеп отырыңыздар. Оларға көп нәрсені керек емес, бір-екі жылы сөз айтсаңыздар жетеді оларға. Әкелер қариясы бар, үй, не дейді, қазынасы бар деген сөз ғой. Енді ол кісі барын беріп, өсіріп, бағып, осы дәрежеге жеткізген сол кісінің арқасы ғой, енді о баланы өстеп жүргені. Табақтай болып жүр ғой. Өз қолы өз аузына жеткеннен кейін әке-шешенің керек емес болып қалғаны ғой ол сорлыға. Құдай сондайдан сақтасын. Ұл өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз. Алла тағала сондайдан сақтасын. Абырой берсін әйтеуір бәрімізге де.